арам ойлар деп айтамыз ғой, ауыз естуде. Қайда кеш жарық, жақсыларым, қалай жағдайларыңыз жақсы ма? Мынау Евнекий, данышпан Евнекийдің ой туралы айтқан сөзі бар. Ойыңды түзе, сөзің айналады. Сөзіңді түзе, әдетің айналады. Әдетіңді түзе, мінезің айналады. Мінезіңді түзе, тағдырыңа айналады деген екен. Біздің тағдырымыз ойлаған ойымыздан бастау алады. Сондықтан ой туралы бүгінгі ойымды ортаға салсам деп едім. Мына дертті адамның уақыты көп. Сондықтан неше түрлі ойлар келеді басыңа. Біреуге ашуланып қаласың, бірде қуанып қаласың. Сол ойлардың арқасында. Сондықтан бір күні мен отбасы мүшелеріме сұрақ қойдым. Адамға негатив ойлар және жаман ойлар, арам ойлар деп айтамыз ғой, ауызекі тілде, қайдан келеді екен деген сұрақ пайда болды. Соны отбасы мүшелеріме қойдым. Жолдасымның жауабы: Адамға бұл жаман ой, негативті ойлар күдіктен туады. Белгілі бір адамдардан күдіктенсең, соның толық ақпаратын білмегеннен осындай ойлар туады. Аңзерімнің жауабы: Кейде бізде жаман ойлар, қорқыныш, күмән, реніш сияқты сезімдер пайда болады. Сол кезде түрлі ойларға салынып кетеміз. Ал шын мәнінде бұл біздің ішкі күйімізді көрсетеді. Мысалы, миымыздың басты мақсаттарының бірі бізді қауіптен қорғау. Сондықтан шаршағанда, уайым көбейгенде, жалғыз қалғанда немесе ұйқы аз болғанда миымыз түрлі жаман сценарийлерді ойлап, қорқыныш пен күмән тудыруы мүмкін. Осылайша ішімізде жиналып қалған ауыр эмоциялар мен уайымдар сан түрлі ойға айналып, миымызды бізді әлі туындамаған қауіптен қорғауға тырысады. Яғни бізді болуы мүмкін жаман жағдайға іштей дайындайды. Өзімнің жауабым: негатив және жаман ойлар сенің белгілі бір жанға деген ренішіңнен және көңіліңнің қалуынан пайда болады. Іс жүзінде айта алмаған, көрсете алмаған іс-әрекетіңді образды түрде ойлармен жүзеге асырасың. Ер сұлтанымның жауабы: Сенімсіздіктен туады. Белгілі бір тұлғаға сенбеуің негатив, жаман ойларға жетелейді. Айдынымның жауабы: Негатив және жаман ойлар екі түрлі жолмен шығады. Бірінші түрі еріксіз келеді, көріп жүрген нәрселерден шығады. Екінші түрі сіздің күдігіңізден пайда болады. Ер қанатымның жауабы: Адамға негативті және жаман ойлар табиғатынан деп ойлаймын. Өйткені олар адамның бір бөлшегі. Жаман айтпай жақсы жоқ деген мақал бар. Жаман ойлар келеді, кетеді, бірақ адам оларды басқара алады. Бәрі нәпсіге байланысты. Бақыт нұрымның жауабы: Ренжи бергеннен және адамдарды жақтырмаудан пайда болады. айтылған пікірлерді тыңдай отырып, сіздер де комментарийға жаза кетіңіздер.